Үйіңізде интернет істемей қалатын кездер болады. Оны жөндеу үшін ешқайда хабарласудың немесе барудың қажеті жоқ. Менің Билайным қосымшасын пайдалансаңыз болды. Алдымен авторизациядан өту керек. Содан соң басты бетте ақауды анықтайтын арнаулы бөлімді таңдаңыз. Диагностиканы бастамас бұрын шоғыр сымның роутерге дұрыс қосылып тұрғанына көз жеткізіп, содан соң оны қайта жүктеңіз. Егер ол көмектеспесе, диагностиканы бастаңыз. Оған көп уақыт кетпейді. Сізде ерікті бұғат қосылып тұруы мүмкін. Бір пернені басып, оны өшіріп тастай аласыз. Бұғаттан босатқан соң, қосымшаның негізгі мәзіріне қайтсаңыз болады. Егер интернетке қосыла алмауыңыздың себебі қаражаттың жетпеуі болса, жетпейтін соманы осы жерде аккаунтыңызға тіркелген банк картасынан толтыра аласыз. Немесе жаңа картаны қосыңыз. Картаның деректерін толтырып, жетпейтін соманы енгізген соң, логин бұғаттан қайта босатылады. Қосыла алмаудың тағы бір себебі шоғыр сымның үзілгені болуы мүмкін. Оны жөндеу үшін байланыс деректеріңізді көрсетуіңіз керек. Біздің техник өтінішті қабылдаған соң, келетін уақытын келісу үшін сізге хабарласады. Интернеттің қосылмау себебі жаппай ақау болған жағдайда жедел жөндеу жұмыстарының біткенін күту керек. Егер роутеріңіздің баптауы дұрыс болмаса, тиісті баптауларды жүйе өздігінен қалпына келтіруге тырысады. Баптаулар қалпына келтірілген соң, сізге Wi-Fi желісіне қайта қосылу ғана қалады. Егер интернет қашықтан қалпына келтірілмесе, техниктерді шақыруға өтініш беріңіз. Содан соң, ақпаратты нақтылау және техниктің келетін уақытын келісу үшін сізге хабарласады. Ақау жөнделген соң, үйдегі интернетті қайта пайдалана аласыз. Жарқын жақта өмір сүріңіз.